Баршаңызға да сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Рима. Бүгін сіздермен бірге осындай тез, оңай және дәмді, тойымды салат дайындайтын боламыз. Менімен бірге болып, видеоның соңына дейін көріңіздер. Алдымен біз осындай копченый тауығымызды арнайы дүкендерде болады, соны алып, осылай жақсылап, төрт бұрыштап турап алатын боламыз уақыттап. Тауығымызды турап алдық. Ендігі біз картофелімізді, алдын ала пісіріп алған картофелімізді осылай төрт бұрыштап барлығын турап аламыз. Барлығына төрт бұрыштап әдемі бір формада тураймыз. Ендігі жұмыртқамызды да тап солай төрт бұрыштап турап шығамыз. Барлығын осылай турап болдық. Енді ыдысымызға салып алып, ендігі мұнда менде қияр свежий. Осы қиярымызды жұқалап төрт бұрыштап турап аламыз барлығын. Мұнда мен екі қияр қолданамын, біреуі ащы қияр, біреуі осылай свежий қиярды. Екеуін де қолданамыз. Мына мен ащы қиярды мен осылай төрт бұрышламаймын, дөңгелектеп осылай әдемілеп осылай жұқалап турап шығамын. Мұнда қаласаңыздар корнишонды қоссаңыздар да болады. Корнишон менде өте әдемі көрінеді. Осылай дөңгелектеп турап аламыз, корнишон болса да. Осылай барлығын турап алдық, осылай салып алдық ыдысымызға. Ендігі үстіне майонезімізді салып, және тұзымызды салып, барлығын жақсылап арастырып аламыз. Мына біздің салатымыз дайын болды. Өте тез, оңай, өте дәмді салат, қонақ келгенде тез дайындалады, және дастарханыңызды ашып тұрады. Ендігі осы салатымыздың үстіне үткіштен, уақыт үткіштен осы ірімшігімізді осылай үстінен үгітіп шығамыз. Мына дайын болды. Міндетті жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен болған Рима. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.